ашқанда дүние есігін ашады өлең, өлең мен жер қойнына кірер денең. Өмірдегі қызығың бәр өлеңмен, ойлансаңшы бос қақпай елең селең деп, ұлы Абай айтқандай. Ән мен жыр халқымыздың қашаннан жан серігі, қастерлеп сақтап, ғасырдан ғасырға жеткізген асыл қазынасы. Осынау мол мұраны өз өнерімен дамытып, кейінгі ұрпаққа жеткізуге ерекше үлес қосқандардың бірі халық ақыны Кенен Әзірбаев. Төкпе ақын, айтулы әнші, әйгілі композитор Кененнің 1974 жылдың көктемінде өткен 90 жылдық тойы ән мен жыр мерекесіне бүкіл халықтық мерекеге айналды. Мынау әсем тау шоқылары, түкті кілемдей түрленген сайын дала, ақынның кір жуып кіндік кескен жері. Қаршадайынан қозы жайған, сол қозы жая жүріп өзінің сәби жүрегін жарып шыққан бос торғай әні, өнер аспанына тұңғыш талпына қанат қаққан топырақ. Сүйінбай мен Жамбылдай жыр дүлдүлдерін тудырған, ежелден ән мен күйдің бесігі жетісу өңірі, тума талант Кенен үшінде үлкен өнер мектебі болды. Кенен ауылы, ақынның балалары мен немерелері. Қордай тауының баурайына орналасқан Киров атындағы колхоздың орталығы Кенен селосындағы Кенен Әзірбаевтың музейі сүйікті ақынына деген халық сүйіспеншілігінің ескерткіші іспетті. Мұндағы әр зат ақын өмірінен сыр шертеді. Жастайынан таршылық көріп, тағдыр тауқыметін көп тартқан Кененде, ұстаздары сияқты өз жырына халықтың мұң зарын, келешекке деген үміт арманын арқау етіп, ерлігі мен өнерін ту етіп көтерді. Кененнің 100 жылдығы деген әрине үлкен дата. Кенен халық ақыны, суырып салма ақын, ауызша айтатын ақынға негізінде. Мынау сауаты жоғары елдер өзінің тарихын, әр қауым, әр кездегі елеулі нәрселерін қағазға жазып түсіріп кетіп жатады. Біздің халқымыз көпке шейін ауызбенен, естелікпенен, халықтың айтуыменен, халықтың ішінде Кенен сияқтанған адамдардың, қимағылақ адамдардың, дарынды адамдардың айтуыменен бірден-бірге растап келе жатыр. Кененде өзіне ғана тән басқалардан бөлекше бірнеше қасиет бар ғой деп ойлаймын. Кенен композитор. Бір жағы ақын болса, екінші жағы композитор. Үшінші композитор ғана емес, ол әнші, әнімен айтып береді. Әлемге бақыт таңы болып атқан Октябрь революциясын ұстазы Жамбыл сияқты Кенен де құшақ жая қарсы алды. Қордайдағы тұңғыш ревком председателі болды. Бұған дейін-ақ есімі елге танымал Кенен творчествосы енді бүтіндей қайта түлеп, шабытты, шат көңілден туған Октябрь 18 жыл батырақ әні тәрізді белгілі өлеңдері мен жаңа өмірдің жаршысына айналды. Жамбылды жамбыл десем кім білмейді, өлеңнің ордасына кім кірмейді. 50 жыл ертіп жүрген ардақ ата, домбыраң құлағымда күмбірлейді. Мен қайта туған Қазақстанның куәсі болдым. Менің өмірімде қайта басталды. Мен халықты түсіндім, халық мені түсінді деген Жамбыл сөздері Кененге де ортақ сөздер.
Я олар бейбіт күндерде де, қиын қыстау кезеңдерде де үнемі халықпен бірге болды. Ұлы Отан соғысының ауыр жылдарында еліміздің әдебиет және өнер қайраткерлерімен қатар Кенен де халықты ел қорғауға шақырды. Бүкіл европалық мәдениетте соңғы Могикан деген атақ бар. Сол айтқандай Кенен сонау Біржан, Сал, Ақан Сәрі сияқты әрі әнші, әрі ақын жаралған адамдардың ең соңғысы деуге болады. Талай әнші, талай домбырамен айтушы, өлеңші болар әлі де. Дегенмен бір дәуірдің, даже бір дәуір дегенде бір ғасырдың ішінде қазақ халқының ән күйін, ақындығын, соның ішінде ең асылын мына бізге мұра етіп қалдырған ұлы адамдардың, ұлы таланттардың біреуі осы Кенен. Кененнің әндері де өмірдің өзіндей алуан түрлі. Мұңдысы да, көңілдісі де, әжуа әзілдісі де мол. Бірақ соның бәріне ортақ бір қасиет, құлақтан кіріп ойдалған әсерлілігі, адам жанын терең толғандыра білетіндігі. Мына бүгін Кенен ақындың 100 жылдығы белгіленіп отырады. Баса айта кете тұрған бір сөз, мен бұл кішіні көріп біліп жүрген адамын. 60 жылдардың орта шенінде бекен біз қырғыз поэзиясының классигі Тоғлақ Молдоның 100 жылдық юбилейін анын өзін туылып өскен жерінде Тянь-Шаньда өткөргөнбүз. Кенен ата бақуаттуу киши экен. Биринчи көрүшүм атайын ат чарчатып Қазақстандан келип калды. 2 күн бирге жүрдүк. Ошондо көзүм жетти. Бул киши чынында да өтө зор залкар, устаз акын экенине. Ошол жерде Тянь-Шаньда кыргыздар бири калбай Кенендин сөзүн угууга кумар болуп, Кенен атанын ошол аузунан бир аван чыгарып экен деген тилек менен ушул айлана тегерегинде жүрүштү. Ошол күндөр алда эсимде. Кийин жүрүп бул Кенен атанын 90 жылдык юбилейине катышып калдым. Анда бул өзүбүзгө мына Фрунзага жакын жерде, Кордайдын ар жагында болуп калды, Кенен атанын ауылында. Мына ошентип бул кишини көрүп билип жүргөн адаммын деген себебим. Ал эми илгертен калган сөз бар эмеспи? Өнөр алды кызыл тил деп. Бул өзгөчө мына ошол казак, кыргыз калктарына тиешелүү бир сөз деп ойлойм да. Анткени бул биздин калктардын эң мындай руханий жетишкендиги, руханий өскөндүгү, жана өзүнүн турмушунун агымынын эң бир кандайдыр бир чокусуна жетип турган көрүнүшү албетте бул айланып келип сөзгө таандык. Өнөр сөзгө, көркөм өнөр сөзүнө таандым. Анын далилдеринин бири мисалы ошол эле өзүбүздүн Кенен атанын бул касиеттүү улуу акындын өмүр баяны жана анын калтырып кеткен бизге өзүнүн руханий дүнүйөсү.
жүрген қойшы сендей қызды ептеп жүрген қыздардың кеп байталды жанай жүрші көк шолақ Сарланасың ақ ешкі тағдырдың құлағына ой дүние базарым ай назарым ай сен өлген соң бәсең болды ажарым ай ой дүние айхай дүние ай салдың күйге ай омырауымнан үзіліп түсті ау екі ау ай ой дүние Өнерде осылай өрге жүзген ақын өмірде өзінің отбасы ошақ қасында да мейірімді, үлкен жүректі жан еді. Балаларын бақытына баласан, ал тіршіліктің ашы тұшысын бірге бөліскен қосаға Нәсиха шешейге де өлең жолдарын арнаған. Насихаға теңеу жоқ, бұл сөзімде желеу жоқ. Жүрегінің тазасай, болған емес жазасай, көрші тату, жек жатмәз, әрбірісі тамашай. Ал енді атаның жас кезіндегі қыз қайнар деген ән бәріміз білесіздер ғой. Сумен отырса қазыл қайнар, қыз боз бала жиналып күліп ойнар қосталған. Ал мереке алабанап күлі жайнап, саясында сандуғаш бұлбұлы сайрар қосталған. Қызыл қайнар шөл қайын, суағады сай-сайын, сен сағынысаң ай сайын, елі сағыннан гүл сайын. Сұлу қыздай керілген сұлу төрім ай, әншір қатып айтысып жүрген жерім қосталған. Керегенің көзінен қол жалғасып ай, шәй орамал осындан кербездерім қосталған. Қызыл қайнар шөл қайын, суағады сай-сайын, сен сағынысаң ай сайын, мен сағыннан гүл сайын. Біріміз ойда, біріміз қырда жүреміз. Аталарының ең соңғаны қаладауды үйреніп алыңдар. Соны айтып берейін. Жасынан ән үйреттім шөбереме, ән шырқайды шетінен немеремде. Олым, қызым, шөберем әнші болса, армансыз боп дүниеден жөнелемді. Қайран елім, туған жерім, ажал жетсең қалада. Қара көрге, қатты жерге, халқым шулап салада. Жалғыз жейде еншім тиме,
тек жалаң аяқ жалаңбыз. Есіл тәнім, салтанат сәнім, жер астында қалады. Көңілді күйге бөліп, даламызды әнмен тербеткен, сөз маржанынан телегей теңіз жыр төккен қазақта таланттар өте көп ақ. Соның бірі Кенен Әзірбаев. Кененнің балалық шағы жоқшылықта өткен. 10 жасынан бастап ән шығарып айта бастаған Кененнің алғашқы әндері өз басынан өткен ауыр азапты жырлайды. Çırıldayısın çirkin oy, kutullar gün var miken, koyca devdan bir gün ay. Бозторғай. Кенен творчествосының бастауы 90 жыл бойы қазақ аспанында талмай қалықтап келе жатқан қанатты ән. Сол 90 жыл өтсе де, сонау қатыгез заман тынысын аспандағы дала еркесі Бозторғайға қол созып, зары мен мұңын шаққан жетім бала бейнесі өз алдыңызға келіп, жүректі шымырлатады. Мәне Кенен өнерінің құдіреттілігі де, өміршеңдігі де осында. Күндер жылжып, жылдар да өтер. Бірақ уақыт сыннан өткен Кенен жырлары көмескі тартпақ емес. Халық өнерінің сонау тереңінен нәр алып, мәуелі бәйтеректей тамырын кеңге жайған, халықтың рухани асыл қазынасын айналған Кенен Әзірбаевтың бай мұрасы ұрпақтан ұрпаққа жалғаса бермек. Ay,